Сәлематсыңдар ма, балалар? Бізде жаратылыстану сабағы. Сабақты бастамас бұрын қағаз қаламдарыңды дайындап қойыңдар. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жер күнді айналғанда не өзгереді? Сабақтың мақсаты жердің орбиталық айналуының салдарын түсіндіру. Алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну. Тірек сөздер: полюс, жартышар, солтүстік жартышар, оңтүстік жартышар, экватор. Сен бұл сабақтан бүгін жердің күнді айналуынан қандай құбылыс болатынын білесің. Оның табиғатқа әсерімен танысасың. Бұл сабақты бастамас бұрын мынадай жедел сұрақтарға жауапқа дайындалыңдар. Полюс дегеніміз не? Экватор дегеніміз не? Неше жартышар бар? Дайынсыңдар ма, балалар? Сұраққа жауап дайын ба? Кәне, енді менің жауабыммен салыстырыңыздар. Мына жерде солтүстік полюс, мына жерде оңтүстік полюс. Ал мынау экватор сызығы. Экватор сызығы мен оңтүстік полюстің арасы оңтүстік жартышар. Ал экватор сызығы мен солтүстік полюстің арасы солтүстік жартышар деп аталады. Уақыт ұғымдарын қалыптастыру бағытында ең алдымен табиғи құбылысты басты назарда ұстау керек. Біз өткен сабақта жер күнді айнала қозғалатынын айттық. Сонымен қатар жер өз білігінен айналады. Міне осылай күн мен түннің алмасуы пайда болады. Ал жыл мезгілі жердің күнді айналуының нәтижесінде жүзеге асады. Енді мына сызбаға назар аударайық. Мынау жердің білігі. Байқасаңдар, жер орбитасының жазықтығына жердің білігі сәл еңкіш орналасқан. Міне, осыдан келіп, жердің жыл мезгілдерінің ауысуы жер шарының барлық аймағында бірдей емес екені шығады. Яғни, жер өз білігінен айналады дедік. Бұл кезде күн мен түн ауысу жүзеге асады. Ал жердің күнді айналуынан жыл мезгілдерінің ауысуы жүзеге асатынын айттым. Енді мына суретке қарайық. Жаңағы міне күн. Мынау күнді айналып жүрген жердің жыл мезгілдеріне байланысты орналасуы. Жер бетінің температурасы күн сәулесінің қалай әрі қаншалықты түсуіне байланысты. Қыс айларында солтүстік жартышарға күн сәулесі аз түседі. Ол мына жерден қарасаңдар болады. Мінекей, қаңтар қыс айы. Яғни, қыс айында солтүстік жартышарға күн сәулесі өте аз түседі де, күн қысқа, түн ұзақ болады. Осыдан келіп, солтүстік полюстерде поляр түндері басталады. Ал солтүстік полюсте жаз айларында тәуліктің көп бөлігінде күнге бұрылады. Мінекей, күнге бұрылады. Бұл уақытта түн қысқарып, күн ұзарады. Бұл кезде солтүстік полюсте поляр күндері басталады.
Жер өз-өзінен айналғанда күнге әр бүйірінен қарайды. Ол өз орбитасына сәл еңкіш орналасқандықтан, күн сәулесі бір жартышарға тік түседі, бір жартышарға көлбеу түседі. Мінекей, мына жерде мына оңтүстік жартышарға тік түсіп тұр да, солтүстік жартышарға көлбеу түсіп тұр. Ал мынада мына жартышарға тағы да оңтүстік жартышарға тіке түсіп тұр, солтүстік жартышарға көлбеу түсіп тұр. Міне осының әсерінен қыс және жаз, көктем, күз мезгілдері ауысып отырады. Енді ойлан топтас әдісімен мына сұрақтарға жауап беруге дайындалыңдар. Қағаз қаламдарыңды аламыз. Сендер бір дейсіңдер де, сосын жауабын жазасыңдар. Екі дейсіңдер де, жауабын жазасыңдар. Басқа сөздердің қажеті жоқ. Ал мен оқып шығайын. Сендер жауаптарың дайын болса, жаза берулеріңізге болады. Бірінші, жердің өз-өзінен айналуға кеткен уақыты қанша сағатқа тең? Екінші, жер өз-өзінен айналуының нәтижесінде не ауысады? Үшінші, алғаш 21-22 маусымда не болады? Төртінші, 23 қыркүйек күні күн мен түннің теңелуі қалай аталады? Бесінші, солтүстік жарты шарында ең ұзақ күн қалай деп аталады? Алтыншы, солтүстік жарты шарда ең ұзақ түн қалай деп аталады? Жетінші, соңғы сұрақ. Жер күнді межелеген уақытта толық айналып өтуін не деп атайды? Ал сұрақтарыңды жаза беріңдер. Сосын сабақ біткеннен кейін маған жібересіңдер. Сұрағымыз дайын ба? Жауаптарымыз дайын ба? Кәне енді келесі сызбаға қарайық. Осы сызбамен өздеріңді тексересіңдер. Сәйкестендіру тест. Ең ұзақ күн 22 маусым екен. Ең ұзақ түн 22 желтоқсан. Күзгі күн теңелу 23 қыркүйекте жүзеге асады екен. Көктемгі күн теңелу 22 наурызда. Жер білігінен айналу уақыты бір тәулікке тең, яғни 24 сағат. Жердің күнді айналу уақыты бір жыл, яғни 12 ай. Соңғы сұрақ, жер пішіні шар тәрізді. Жауабымыз дұрыс па, балалар? Кімде неше қате кеткен екен? Қараңыздар, санаңыздар. Енді сендер мына сұрақтарға жауап табасыңдар. Ол үйге тапсырма. Жер неліктен жылына бір рет жақындап, бір рет алыстайды? Екінші, жыл мезгілдері не себепті ауысып отырады? Үшінші, сендер тұрған жерде қыс, көктем, жаз, күз маусымдарына қандай айлар жатады? Төртінші, қандай жағдайда жыл мезгілдері ауысады? Бесінші, сендер тұрған жерде күз оңтүстік жартышардағы осы ендікте жылдың қай мезгілі? Сұрақ түсінікті ма, балалар? Осы сұрақтарды іздеп табасыңдар. Яғни келесі сабақта бұл сұралады. Жер күнді қанша уақытта бір рет айналып шығады?
Бұған да жауап дайындайсыңдар. Ары қарай тағы да үйге тапсырма. Оқулықтың 62-63 бетті оқу. Екінші, экваторда жыл мезгілдері қалай өзгереді? Осы сұрақтың жауабын іздейсіңдер. Өз бірлігінен айналмаса, жер бетінде қандай жағдай орын алар еді? Ойланып көр. Төртінші, жер бетінде жыл маусымдары неліктен және қалай ауысады? Тыңдағандарыңызға, назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.